өндірістік тәжірибеден өтті. Жұмысқа орналасты. Ал педагогтардың білімін арттыру үшін тәжірибе алмасуға жағдай жасалды. Тараптар бірлесіп, оқу бағдарламасын жаңарту, оқу әдістемелік кешендер құрастыру бойынша жұмыстар атқаруда. Соның нәтижесінде түлектердің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі артқан. Осылайша компания білім арқылы өңірдің дамуына үлес қосуда. Данный колледж имеет взаимосвязь с предприятием. Бізде өндірістік мамандарға әрқашан сұраныс жоғары. Алтын алмас қала тұрғындарымен ғана шектелмейді. Жақын маңдағы ауылдарды да жұмыспен қамтамасыз етеді. Яғни колледж кәсіпорын үшін жұмысшы кадрларын дайындайды. Алтын алмас пен Тау-Кен колледжінің ынтымақтастығы жас ұрпаққа дамуға тамаша мүмкіндіктер беріп отыр. Компания мен колледждің ынтымақтастығы 2019 жылы басталған. Алтын алмас кәсіпорны қызметкерлерінің 30% Тау-Кен техникалық колледжінің түлектері. Жергілікті мамандарды жұмыспен қамту компанияның басты міндеттерінің бірі болып қала бермек. Сейчас мы с колледжем сотрудничаем по дуальному образованию. Алтын алмас Степногор өңіріне әлеуметтік инвестиция құюға мүдделі. Сол себепті Тау-Кен колледжімен серіктестіктің стратегиялық маңызы зор. Бұл оқу орны бізге қажетті кадрларды даярлайды. Біздің компания колледж түлектеріне үлкен үміт артады. Биыл компания мен колледж Тау-Кен мамандықтары бойынша Степногор өңірінен 30 студентті даярлау бойынша келісім-шарт жасасты. Алтын алмас Медлаб өңірдегі ғылыми зерттеу саласын дамыту үшін халықаралық байланыстар орнатуда. Осының нәтижесінде колледждің тиімділігі артып, озық тәжірибелерді енгізуге мүмкіндік бермек. Және Абдубек, Данияр Мүптекеев, Атамекен бизнес арнасы. Мерейлі отбасы байқауының 2022 жылға жеңімпаздары анықталды. Өңірлік кезеңде үздік шыққан 20 отбасы ұлттық конкурстың лауреаттары атанды. Биылғы байқауға еліміз бойынша 2500-ден астам отбасы қатысқан, олардың басым көпшілігі ауыл тұрғындары. Қатысушылар қатарында еңбек династиялары, табысты және көп балалы әулеттер бар. Ерлі зайыптылардың екеуінің де жастары 29-ға толмаған 501 жас отбасы да конкурста бақ сынапты. Ақтық сынға аймақтардан іріктелген түрлі кәсіп пен еңбек әулеттері ағым берекелі шаңырақтар жолдама алған. Жалпы жанұяның педагогикалық өтілі 200 жылдан астам уақыт. Дені мұғалімдердің, тарих пәнінің мұғалімдері газет журналдардан бұл сайыстың болатынын білдік. Жолдастарымыз, балаларымыз қатысқанымызды мақұл көрді. Содан кейін қатысып отырмыз.